Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте керемет, дәмді әрі тойымды картошкалы сосисканың жасау рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнамнан алыстамай, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай өте дәмді, керемет, қолжетімді тіске басарымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен қажет заттарымыздың барлығын дайындап алатын боламыз, және де дәл видеодағыдай картопымызды орташа қалыңдықта кесіп шығатын боламыз. Содан соң сосискаларымызды да теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Барлық затымыз дайын болды. Енді дәл видеодағыдай картопымыздың ортасына сосискамызды қойып, шпаж киімімізге орналастырып шығатын боламыз. Тез дайын болатын, көп уақытыңызды алмайтын рецепттердің бірі, міндетті түрде жасап, кішкентай балаларыңыз болса, қуантуға болады. Мінекей барлығын әзірлеп алдық. Енді қызып тұрған табамызда екі жағын 7-8 минуттан қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай аздап тұзын сепсеңіздер деп болады. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын ыстық тағамдар, салаттар, тәттілер, тіске басарлар және де пирогтардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Мінекей екі жағында жақсылап қызартып қуырып алдық. Енді қағаз сүлгімізге салып майына құрғатып аламыз. Қалғандарында дәл осылай қуырып шығатын боламыз. Мінекей осымен біздің рецептіміз аяқталды. Тарелкемізге салып, үстіне сырный соус немесе кетчупымызды сеуіп, дастарханға ұсына берсек болады. Өте қолжетімді рецепттердің бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, достар, сіздермен болған Ариана. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.